Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дарада балығын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен дарада балығын жақсылап тазалап, ішек қарындарынан ажыратып, тұздап, бұрыштап, май жағып, жарты сағатқа маринадтауға жібереміз. Балығымыз маринадталғанша начинкасын әзірлейміз. Ол үшін тауықтың жұмыртқасын суға қайнатып, суытып, қабығынан тазартып, видеода көрсетілгендей етіп, төрт бұрыштап тураймыз. Кейін жуаны тазалап, төрт бұрыштап кесеміз. Дарада балығының начинкасы ретінде мен гречка мен стручковая фасольді суға бұқтырдым. Әрине дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Сонымен қатар саңырау құлақтарды ұсақтап тураймыз. Мен вешенке саңырау құлақтарын таңдадым. Енді қызып тұрған табаға май құйып, туралған жуамызды салып қуырамыз. Кейін үстіне саңырау құлақтарды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, тағы да қуырамыз. Енді ыдысымызға қуырылған жуа мен саңырау құлақтарды, үстіне гречка, стручковая фасоль, туралған жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Начинкаға қосымша сары май салдым. Сонда тіптен дәмді болады. Балығымызды пісіретін ыдысымыздың астыңғы бөлігін майлап, балығымызды ішіне начинкасын саламыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп салыңыздар. Балықтың жанына кез келген қалауыңыздағы көкөністерді салсаңыздар болады. Мен картофельді салдым. Дәміне қарай тағы да тұз, бұрыш себіңіздер. Бетін жауып, қызып тұрған духовкада 200 градуста шамамен 30 минут пісіреміз. Осымен біздің балығымыз дайын. Дәмі өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.